Нашақорлық бұл бүгінгі таңда әлемдік деңгейдегі ең үлкен әлеуметтік мәселелердің бірі. 21 ғасырда нашақорлық тек бір адамның емес, бүкіл қоғамның дертіне айналды. Есірткіге жоқ деп айту өзіңді және жақындарды қорғаудың ең дұрыс жолы. Есірткіге итермелеудің жолдары бұл көбінесе қоршаған ортаның әсері арқылы болады. Мысалға, барлығы осылай жасайды, сен ғана қалып қойдың, немесе сен ересек болғың көргің келмей ме, жақсы көрінесің деген секілді. Жеке тұлғаның жойылуы. Есірткі адамның жеке басын толықтай бұзады. Есірткінің ең көп тараған түрлері марихуана, кокаин, героин болып табылады. Есірткі қолданудың себептері. Адамдар есірткіге әртүрлі себептермен тәуелді болып кетуі мүмкін. Соның арасында қызығушылық, стресс, қысым, қолжетімділік ең көп тараған түрлері. Есірткіге итермелеуден қалай сақтануға болады? Ең бірінші, өз позицияңыз сақтаңыз. Қауіпті ортадан аулақ болыңыз, ақпараттандырылған болыңыз, достарды дұрыс таңдаңыз, және де жоқ деп нақты және батыл түрде айтыңыз. Өмір бұл ең басты байлық. Оны сақтап қалу өз қолыңызда.